Армысыздар, жерлестер. Кезекті әділдік жолында жобасының үшінші түсіріліміне қош келдіңіздер. Студияда мен Мұхтар Өтес және менің мылтықсыз майдандағы қарулы серігім Бауыржан Зәки мырза. Сөз өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті ағайын. Әрине, бүгін әділдік жолында бағдарламасы тікелей эфирде. Бізде бүгін қарайтынымыз, талдайтынымыз, айтатынымыз екі мәселе. Бұл енді біріншісі атышулы болған, бәріне резонанс болып көрінген. Әлеуметтік желіні шулаттық енді біршама. Әлеуметтік желіні шулатқан Бәйтерек ауданы Қаражар ауылының тұрғындарының ызалы наразылыққа шығып, өздеріне жолын салынбауын барлық билік басшыларын жинап алып, айтып, ескертіп, талап қойып, міне қазіргі уақытта сол талаптарын орындатып, өздеріне 7 километр жолды салғызуға нәтиже қол жеткізсін. Нәтижеге қол жеткізді. Видео бар ма? Видеосы бар, қазір бірден видеосын көрсетіп өтейік. Ассалаумалейкум, ауылдастар. Бұйырса асфальт кесіп отырмын, басталды. Яғни жол басталып кетті. Жол мәселесі басталды. Салып атқан кімдер? Салып атқан Госзаку порталына сай, бұл Ануш құрылыс компаниясы. Жоба құны 800 миллионнан артық. Яғни бұл жерден переметныйдан Қаражар Полиной ауылдарына кіреберіс 7 километр жолды күрделі жөндеу. Ақша бөлінді ме үкіметтен? Ақша, бұл облыстық бюджеттен бөлінген, оның 100 миллион теңгесі игерілген, бірақ дегенмен келген аудан басшылары Бәйтеректің бұл жерде облыс бізге ақшаны бермей отыр, біздің қолымыздан түк келмейді деп жиналыста айтқан болатын. Дегенмен де ауылдың халқы депутаттарға жолығып, мені шақырып, арызын жазып, видеоларын түсіріп, барлық жерде сындарын, бұл айтқанда енді сигнал дейміз ғой енді. Астанаға да, осы басқасын облысына да, оның ішінде облыс әкіміне жеткеннен кейін бір осындай тіршілік басталды. Тұрады. Сонда мына жол қазір Аганес өзінің қалтасынан, яғни өз қаражатынан салып жатыр ма? Үкімет ақша бөлмесе? Үкімет ақша бөлем деген құр сөзге сеніп, өз қалтасынан салып жатыр деп тұрсың ғой да? Ол да мүмкін, бұл туралы мүмкін емес. Нақты ақпарат жоқ, бірақ дегенмен де ең бастысы халықтың оң сыны мен талабынан кейін жол құрылысы ары қарай басталып, қазіргі уақытта міне кеше түнде жіберген видеоларында асфальт салынып жатыр деген міне видео келді. Міне екіншісі міне. Бұл енді кешегі жіберген, кешегі міне жексенбідегі видеоның үзіндісі. Енді бұлай шағар болса, енді мен Аганес мырзаны жақсы білемін өзім. Су тасқыны кезінде де саяжи халқына өте көп көмек көрсетті, техникамен де, қалтасындағы қаражатымен де. Сондықтан да мен бұл сөзге сенемін. Өз қаражатынан салып жатыр, құр сөзге уәдеге сеніп деп. Енді үкіметтен алдамас, шығарған шығыны өтейді деп ойлаймын. Түсінікті, бірақ дегенмен де менің де бір айтар сыным бар. Өйткені Ануш құрылыс сол порталға да сай, осы былтыр да, осы жылда 10 шақты әлеуметтік нысандарды алып, тендер арқылы яғни ұтып, бұл жол салу, жолды күрделі жөндеу бойынша жұмыстануда. Бәріміз де білеміз, Аганес тек қана құрылыс фирмасының директоры емес, ол өз және депутат. Сондықтан да осы әлеуметтік нысандарды басқасының облысында ол биыл да келесі жылда салып бітіре ме, және қанша сапалықты болады ма, соны әлде біз қоғамдық бақылау жасайтын боламыз. Ол енді уақыттың еншісінде және Қаражар ауылының тұрғындарының сауаттылығында, аңғарымпаздығында. Сондықтан оны уақытқа қалдырамыз. Ал біз уақыт оздырмай екінші мәселеге көшеміз. Өздеріңіз білесіздер, әділдік жолында жобасының бірінші, екінші түсірілімінде біз Батсу арнасының туралы сұхбат жариялаған болатынбыз. Әлі де елден, халықтан, қала тұрғындарынан хаттар толастамай келуде. Бәрі де сын айтады, реніш айтады, өтпен назар береді. Видеоға қарайық. Қайырлы күн болсын баршаңызға, достар. Мынау механический фильтр. Мынау 1,5-2 айдың көлеміндегі қарайғаны. Көрінеді ме? Кім не айта алады? Орал қаласы, Батыс Қазақстан. Водоканал не айтады, санэпид не айтады. Міне айырмашылық.
Масқара Мына ғой. майды көрдіңіздер ме? Майлы шырыш. Масқара ғой. Кәдімгі пештің қара майы сияқты да ана. бір апталық. Бұл бір апталық фильтр. Микроэл. Осындай. Бұл жұлдыздан келді ау деймін қазір айтыламын. Мұндай жүздеген видео бар, оның бәрін көрсете білетін шығармыз енді. Енді құрметті көрермендер, бұндай видеолар бізге бірнешеуі келді, тек қана бесеуін енді уақыт үнемдеу үшін салып отырмыз. Яғни батыс су арнасының біз суын біраз мәселесін айтқаннан кейін, әсіресе суының ластығы туралы дәлелдеп көрсеткеннен кейін осындай фильтр ауыстыру уақытындағы мына судың ластығын көрсететін, бір майлықтың барлығын, бір ластың болып тұрғанын көрсететін бірнеше фото, видео дәлелдер келді. Бұлардың барлығында біз қазір міне жинап қойып отырмыз, және тиісті уәкілетті органдарға, оның үшін әсіресе санэпиднадзорға біз оны арнайы хат арқылы жолдаймыз. Видеоны ауыстырайық. Ал енді осы батыс су арнасы туралы әрі қарата әңгімені тарқататын студиямыздың қонақтары бар. Соларды ортаға шақырайық. Өздеріңіз таныстырып жүрсеңіз. Менің есімім Асхат Анисұлы. Қазіргі кезде Зачаганск бау-бақша серіктестігінің төрағасымын. Птицефабрика деп аталып кеткен лақап атпен сол жақтың төрағасымын. Қасымда көмекшім Ұлпат Мажитқызы, тоже бірге қызметтес болып жатырмыз. Сол жақтың былайша айтқанда қиындықтарын шешу үшін, сол жақтың мәселелерін қарастыру үшін жұмыс жасап жатырмыз. Осы 8 айдың көлемінде. Мынандай видео бар ма сіздерде? Жаңа түсірген. Бар ма? Бар ғой, бар. Жібердім дейді. Дайынсыз ба? 1, 2, 3. Мен осылай етіп суды сүзем, өйткені құм аралас, топырақ аралас, еще хлор жоқ. Міне осылай етіп сүзем, осылай етіп мен қолданамын суды. Бұл видео құс фабрикасынан келді сіздерден, және мына апай айтуына қарағанда мәрілімен суды сүзіп отыр. Сарыарқа көшесінің тұрғыны. Қандай? Сарыарқа көшесінің тұрғыны, Гүлайша деген ханым. Енді бізде 12 мың халық тұрады. Сол 12 мың халыққа арналған 4 чат бар. Сонда басым көпшілігі сол чатта өздері банағы проблемаларын салып отырады. Бұл сол чаттан алынған видео. Неше участокке батыс су арнасынан су тартылды? Шамамен айтамыз, біздер нақты білмейміз. Неге десең, бізге дейін примерно 1800-дей учаскеге су тартылған болып есептелінеді. Сізге дейін мен естуімше судың жиналған ақшасын үлкен дау болып жатыр. Сіздер аудит тексеріс жүргізді деп жүріп жатыр, әлі жүріп жатыр. Қанша ақшаның сомасын тексертіп жатсыздар? Жоғалған? Қазір судыкін алатын болсақ, қазір енді аудит олар құжаттар таба алмай отыр, потому что ведомство тапсырмаған. Ешқандай құжат тапсырмаған суға байланысты. Әрбір үйден кіргізген үйден 205 мыңнан алған. Енді 205 мыңды 1000 үйге көбейтетін болсам, ол 200 миллион. Ар жағындағы 800 есептемей. Сонда примерно 250-300 миллион сол ақшаның есебі жоқ. Яғни аудитке тапсырмаған, ол қанша үйге өткізілді, ол қанша миллион ақша түсті, ол қаржының қаншасы жаңа расходталды, ешқандай не жоқ. Мәлімет жоқ болып отыр. Бұл жерде ол сіздің банағы бағбандық серіктестігі ма жасаған? Батыс су арнасы істеді ме? Ол 200 миллион. Ол жерде белгісі ғой. Ол жерде бағбан серіктестік ол бір бөлек, енді батыс су арнасы мемлекеттің бір структурасы болғасын. Сумен жабдықтау ғой негізгі міндеті. Сондықтан да системный жұмыс қой. Сондықтан да ол егер аудиттің бір түбі сояққа апаруы да мүмкін сіздерде батыс су арнасына. Жоқ, ол жерде енді біздер қала әкімдігіне басында жиналған кезде, бізде сәуір айында жиналдық. Сол кезде бұрынғы төрағаның айтуы бойынша мен өзім жүргіздім деді. Ол жерде бүкіл басшылардың барлығы отырды, жаңағы серіктестіктің атынан жүргіздім деді. Серіктестіктің атынан жүргіздім деді. ТО арқылы жүргіздіңіз ба, әлде ИП арқылы жүргіздіңіз ба суды деп. Сол кезде оның айтқаны серіктестік. Бірақ сіздің серіктестік ол заңды формасы жоқ қой. Заңды түрде жоқ болғанмен, бұл саяжай болғандықтан, яғни саяжайдың заңнамасына сәйкес, егер серіктестіктің атынан өтетін болса, например, ол тікелей
серіктестіктің қаржысына түсу керек. Көрсетілу керек та? Иә, ол конторда көрсетілу керек. Сол жерде түскен ақша сол серіктестіктің қандай да бір нуждасына жұмсалу керек. Түсінікті. Ендігі мәселе, енді сіздер келдіңіздер басшылық. Енді мына суды көріп отырсыздар. Мынау дейтін тұрған енді, білмеймін, микроб қой енді тұрған. О дейді. Адамның енді ағзасы енді судан Тұрғындардың көбі краннан ішпейді, неге десең ішу мүмкін емес. Ол жуып шайнауға болмаса, қанша адам ауырып жатқанда шығар. Енді сіздер не істедіңіздер? Енді басшы болып жатсыздар. Бір осы мәселемен айналыстыңыздар ма? Батыс су арнасына бардыңыздар ма? Өйткені батыс су арнасы, сұрақтың тағы бір қосайын, батыс су арнасы сумен жабдықтау міндет алған кәсіпорын және сіздің құс фабрикасының су мәселесін шешетін ол бірден бір мекеме және 21 жылдан бері оның директоры Ануар Аркенов. Жолықтыңыздар ма? Бірнеше рет жолықтық ол кезде, бірнеше рет жолықтық. Жалпы келісімшартқа қатысты қиындықтар туындады. Оның алдында келісімшартты біздер талап қойдық, чтобы каждый тұрғынмен өздері келісімшартқа отырып, өздері ақша жинауға байланысты. Бірақ олар үзілді-кесілді қарсы болып, біздер олай істемейміз. Себебі біздер тек қана сіздің бау-бақша серіктестігіне дейін кіргізіп береміз, территорияға дейін. Ар жағында главный бір жалғыз счетчик бар. Сол счетчиктен ары қарай біздер жауап бермейміз. Индивидуальный счетчикпен етпейміз. Сіздер біздерге ақшаны жинап бересіңдер, жинап бізге төлеп отырасыздар. Мәсі. 2025-тің 31 тамызына дейін кассада мен болдым. Яғни 31 тамызы күні соңғы судың ақшасын жинаған болатынбыз. Яғни соған дейін, бізге дейінгі отырған адамдар да солай жинап берді. Біздің отырғанымызға 7-8 ай, біз де солай жинап. Ол заңға қайшы емес пе? Заңға қайшы екенін білдік. Біле тұра біз осы кезген акиматтағы жиналыстарда да осыны сөзге тиек еттік. Манағы Ануар мырзаның да өзіне қайтасын қайта айттық. Және де лицевой счет ашуын әлі де ұсынып келе жатырмыз, әлі де айтып келе жатырмыз. Бірақ кешегі Асхат аға өзі айтып өтер, барған кездегі, яғни ешқандай QR ашпайтын, және де Асхат ағаның сол QR-ды өзіне ашуын талап етіп отыр. Бұл жерден батыс су арнасының ұсынып отырғаны ең қарапайым, сізге оларға оңай, батыс су арнасынан сіздерге қиын мәселе ұсынып отырған. Электр қуаты мен газ қалай жасап отыр? Олар басқаша емес пе? Олар әрине, олар қаладағындай лицевой счет ашқан, каждый тұрған газдың, облгаздың, Каспий арқылы төлейді. Солай сияқты болады ғой, не қиындыққа салып отыр, мысалы, Аргенов мырзаның мен түсінбедім батыс су арнасына. Және де ол балансқа алынды ма екен, соған да байланысты шығар. Балансқа алынбаған шығар судың турбалары. Балансқа сол қиындық тудырып тұр, потому что линияның барлығы бесхозный болып отыр, трубалардың барлығы ешқандай проектный документация жоқ, жасалмағаннан кейін оларға тапсырылмай отыр. Жалпы жаңа инфраструктурны жаңартуға байланысты қарап бесхозный линияларды қала әкімдігі комиссия создавать етіп, сосын сол документтер құжаттары жоқ болса, соның құжаттарын реттеп, кейін монополистерге тапсыруға тиісті, яғни министерствоның Смайыловтың подтверждениесі бар, подтверждать етілген. Енді комиссия мен жаңаға түсіндірген кезде, арыз түсірдім, қала әкімдігі түсірген кезде, комиссия бізде құрылды деп айтылды. Енді ол қалай құрылды, қандай шешім қабылданды, қалай әрекет етіп жатыр, оны нақты жауап берген жоқ. Күресіп жатқандарыңызды білемін, бухгалтерлеріңізді апарып, бір айға басқа счет береді, мысалы, январға басқа есеп береді. Миллионнан миллионға көшіп жатыр ма? Сол жағын айтып кетсеңіз қалай? Жалпы ол бір қызық жері, ең бірінші біздер алған кезде мына суды алдым ғой, суды алып общий бір жалғыз счетчик бар, кіріп тұрған қала, неге біздің районға кіріп тұратын. Сол счетчикті қабылдап алайын деп барған кезде құдықтың ішінде орналасқан ғой, барсам счетчик сынып жатыр. Счетчик сынып жатыр. Бәленбай жылдан бері сонда ақшаны қайда төлеп отыр? Жаңа батыс су арнасының суды есептейтін жалғыз счетчикті айтты. Батыс су арнасынан бізге келетін. Содан біздің құятын аппаратта сынып жатыр, мынау да сынып жатыр, көресіз. Барлығы сынып жатыр. Содан мен айттым, мынаумен қалай төлейміз енді? Может, батыс су арнасы өзінің бір көріпкелі бар шығар. Ондай енді білмеймін. Қандай миллион шығатын, осында су кетті. Жалпы енді сол ақша төлемге байланысты қиындық тудырды. Мен счетчикті оларға ауыстырып беріңдер дедім, олар ауыстырмаймыз деді. Сөйтіп жаңа халықтан ақша жинайтын болдық. Үстінде жаңағы үстеме ақшасында сол счетчик сатып алдық.
соған жаңағы счетчикті орнатылғаннан кейін барып ақша есептесуге келген кезде среднемесячный показательмен есептеп береміз деді өзі ойша айта ма сонда осындай ақша төлейсіңдер деп? жоқ, жаңағы бізге дейінгі 24-те төленген ақша бар ғой, 24-тің жаңағы 12 айдың 3 айын есептейді да 1 айлық көрсеткіш шығарып береді. Дұрыс, орташа есеп қой. Орташа есеп. Сол орташа есеппен ең бірінші шығарған кезде Маған қызығады, сонда орташа есеппен қанша? 6 миллион 200 мың теңге шығарып берді. Осындай төлейсің Ал деп. керек болса. Сосын мен келіскен жоқпын. Неге? Себебі біздер төлейін деп отырғанымыз қаңтардан бастап төлейін деп отырғанымыз. Ақпан, жаңа 3 айдың төлеуіміз керекпіз. Сол төлеген кезде мен сол айдыкімен есептеңдер дедім да. Олар есептеген көп айдың көрсеткішімен есептеп отыр. Көп айдың көрсеткішімен. Сөйтіп келіспегеннен кейін өзім жазғы айларда қанша төлегенсіздер былтыр сол? Сол жазғы айларда где-то 800 мың сондай төленіп келгенде, октябрь, ноябрь, декабрьге миллионның үстінде ақша төленіп келген. Сол миллионның үстінде ақшамен есептеп келіп, маған 6 миллион 200 теңге шығарып берді. Мысалы, саяжай тұрғындарсыздар, бау-бақшаларың бар, да? Жуынасың, жазда дейсің, су дейсің, көбірек кетеді. Күзде, қыста су кетпейді ғой. Түсінікті ғой. Сонда қалай сонда жазда 800 мың кетеді? Күзде дейтін миллион жарым кетеді. Ақылға сыймайтын нәрсе ғой. Соны мен солардың өздеріне айттым, осындай мәселені. Сендер қалай есептеп отырсыңдар деп. Сосын өзім бухгалтерді алып бардым. Аркеновпен кездескенде айттыңыз ба осы мәселелерді? Айттық, мен көзбе-көз кабинетіне отырып сөйлесіп отырдық. Арыз жазасыз ба бізде Аркенов үстіне осылай? Жазуға бар. Енді сол кейін қайтадан перерасчет жасап, қайтадан есептеген кезде 4 миллион 200 төлейсіздер деп. 2 миллион қайтеді бұл. 6 миллион жоқ. 2 миллионды енді алып тастады, минусовать етіп тастады. Сонда өз қолында болып тұр ғой, миллион былай ведомстволар бар біздің қолымызда. Сіздерге бере аламыз соны. Енді солай минусовать етті, сосын сол немен наличкамен апарып 4 миллион ақшаны санап бердім өздеріне. Кассаға ма? Кассаға барғам, касса қабылдамай қойды. Ондай ақшаны қабылдамаймын деп. Содан? наличка берді ме? Қолма-қол кассирді жаңағы неге сол кабинетте алдыртып, сол жерде ақшаны есептестім. Кассир отыр, кассирді алдыртты, жаңағы басшы өзі телефонға видеоға түсіріп отырды, осылай ақша қабылдап отырып деп. Өз телефонына? Өз телефонына түсіріп отыр. Тек қана шедан болды? Біздер тек екі кассир болды, ақша есептейтін, сосын орынбасары болды, сосын жаңағы Аркенов Ануардың өзі болды. Бұл түсінікті ғой, сіздер әкеліп бердіңіз, оны видеоға түсіріп, дәлел ретінде сол жол енді сақтанып кассаға енгізгенде шығар артынан. Бірақ дегенмен сізге дейінгі төленіп келген ақшалардың кассаға енген кім біледі оны? Ол беймәлім. Ол тіпті белгісіз. Неге десең, мен қағазды компьютерден распечатать етіп шығара беремін, любой сумманы. Жаңағы сияқты ғой, 6 миллион 200 шығарған сияқты. Аламда компьютерден минусовать етіп түсем де 4 миллион 200 шығарып беремін, мынаны төлей деген сияқты. Енді мен соны түсінбей қалдым, қалай сонда ақшаны сонда воздухтан жасап отыр ма деген сияқты. Түсінікті. Енді сонда қорытатын болсақ, құс фабрикасында су бар, яғни тұрба өткізілген, бірақ баланста жоқ. Су бар, су банағыдай ласы бар, лайы бар, хлоры жоқ. Яғни қысымы жоқ еще. Жазды күні қысымы жоқ олар. Ағын жоқ, ағыны жоқ. Су көрмейді. Қысқасын айтқанда 12 мың тұрғыны бар 2360-тың үстіндегі үйдің кум услугасының ақшасы осы кезге наличие апарып төленіп келді. Және де қазіргі таңда жарықтың сөніп қалатын болса, ремонт керек, оған жауапты адам жоқ. Газға да солай. Қазір шкафтарды биыл айқаймен әйтіп көтерткіздік. Яғни былтыр 8 шкаф болатын болса, биыл 6 шкаф қосылды. Оған да қазір давлениені түсіруге, көтеруге кімге жүгінеміз, кім жауап береді, оны тағы білмейміз. Судың мәселесі тағы сол. Бір көшелерімізде су бар, бір көшелерімізде су жоқ. Жаздың кезінде 2 ай, 3 ай қатарынан су көрмей қалатын көшелеріміз бар. Сол себепті қазір сіздерге жүгініп отырғанымыз сондықтан, яғни 12 мың халықтың жағдайын жеткізу. Су тіршіліктің көзі дейсің ғой. Билікке жеткізу дұрыс. Түсінікті. Сондықтан да біздің видео бейне жазбамыздың барлығы әрине түсінікті. Ол Астанаға, ол Ақордаға дейін жетеді. Тиісті уәкілетті орындар, лауазымдар, барлық адамдар да қарайды. Біздің арыз жазам деп отыр ғой. Арыз жазылады, оны да жолдаймыз. Бұл жерде ең басты мәселе, және бір тағы айтып өтетіні, халықтың, 12 мың халықтың өздерінің құқығын қорғау үшін осылай адвокат, заңгер жалдап, осындай бұқаралық ақпарат құралдарда әлеуметтік желіде айтып, арызын көрсетіп, шағым
түсіруге, көтеруге кімге жүгінеміз, кім жауап береді, оны тағы білмейміз. Судың мәселесі тағы сол, бір көшелерімізде су бар, бір көшелерімізде су жоқ. Жаздың кезінде 2 ай, 3 ай қатарынан су көрмей қалатын көшелеріміз бар. Сол себепті қазір сіздерге жүгініп отырғанымыз сондықтан, яғни 12 мың халықтың жағдайын жеткізу. Су тіршіліктің көзі дейсің ғой. Иә, билікке жеткізу дұрыс. Түсінікті. Сондықтан да біздің мына видео бейне жазбамыздың барлығы әрине түсінікті. Ол Астанаға, ол Ақордаға дейін жетеді. Тиісті уәкілетті орындар, лауазымдар, барлық адамдар да қарайды. Иә, біздің Арыз жазам деп отыр ғой. арыз жазылады, оны да жолдаймыз. Бұл жерде ең басты мәселе, және бір тағы айтып өтетіні, халықтың, мына 12 мың халықтың, өздерінің құқығын қорғау үшін осылай адвокат, заңгер жалдап, осындай әр бұқаралық ақпарат құралдарда, әлеуметтік желіде айтып, арызын көрсетіп, шағымданып жүріп, уәкілетті органдар, Батыс су арнасы бар, ЖКХ-сы бар, Оралдың әкімі бар, барлығы айналысатын заттарды бұл азаматтардың өздерінің жасап шырпыр болуы. Біріншіден, екіншіден, сіз айтып отырған 12 мың тұрғыны бар шағын аудан құс фабрикасы, ол қаланың ішінде тұр. Орал қаласының жасыл дейміз, таза дейміз, Европаға ілініп тұрған ел дейміз. Иә, кәдімгі нағыз Оралдың қақ ортасында тұрған жер. Үшіншіден, өзіміздің қазағымыз тұратын жер. Ол осы мәселе көп жерде айтылмайды, бірақ шынында да жалғыз ғана қазақтан құралған 12 мың тұрғыны бар осы саяжай баяғыдан сол опық жекпей жатыр, 10 жылдан асып кетті. Осы үш мәселенің басын қосатын болсақ, бір көкейкесті мәселе шығып отыр. Қанша әкім ауысып жатыр, осыны жөндейміз деді, дұрыстаймыз деді, бірақ әлі де болса осыны ретке келтіре алмай отыр. Бұл енді жарылайын тұрған бомба енді. Ол енді бірнеше жарылып, сіздерді мен өзім республикалық сайттардан көрген болатын, видеоларыңызды көрген болатын, бірақ дегенмен де әлі де сіздер сол әділдіктің жолында келе жатқан әділдіктің жолында келе жатқан адамдарсыздар. Енді мен де қорытындылап кетейін, аяқтап кетейін. Рахмет сіздерге. Мені таңғалдыратыны, мына әр түрлімізде енді басқа тақырыпқа көшеміз десек те, мына Батыс су арнасы бізді жібермейді. Бітпейді, жыры бітпейтін бір не болды осы. Қашан тоқтаймыз, қашан бітеді? Тағы осы сіздерден кейін тағы да бір нелер шыға ма екен білмейміз. Өйткені бұл мұқа сөзінде біледі, құр жемқорлық, құр коррупция емес. Анау жеп қойыпты, мына жерде көпір салып алғанда мынандай ақша жеп қойып десе, ештеңе емес. Халыққа ол бәрібір кішкене бөгде зат болады. Бұл су деген халықтың тіршілік көзі. Бұл халықтың еркіндігі, бостандығы, денсаулық сияқты су да, тамағы да, азық-түлігі де сол халыққа ең қажетті. Сондықтан да халық бұны ашынады, халық бұның соңына дейін барып осы мәселені шешуге сондықтан да дайын болатын соң. Қазір халық ақша төлей алмай отыр. Индивидуальный счет ашпайды, жеке счет каждый томның ашпағанның кесірінде қазір тұрғындардың өздеріне қиындық туындап отыр. Қайда төлейміз судың ақшасын, қайда жібереміз? Ақшамыз жиналып қалады, айдан айға қосыла береді. Ол ақшаны ертең біздер қомақты болатын болса, төлей алмаймыз деп, олар алаңдап отыр. Шешсін, міне уәкілетті органдар бар ғой, лауазымды тұлғалар бар, міне жұмыстар. Ол бас тартып отыр бұл кісі деген. Ол счет ашуға, лицевой счет ашуға бас тартып отыр, және де Асхат ағаның қазір өзіне ұсынып отыр. QR ашта қой дейді. Өзіңіз ойлап қараңызшы, біреудің тоғысы, бірақ басқа біреу QR ашу керек. Маған жинап бер деп отыр. Маған жаңағы заңды түрде жаңағы ИП ашасың ба, жаңағы то ашасың ба, сосын ақшаны маған жинап бер. Мен кассир ретінде қолданғысы келіп отыр мені. Түсінікті. Жақсы. Сіздің арыз бойынша ертең уәкілетті органға жолдап, бәрі қорытынды жауабын алып кездесу керек болады онда. Әкімдіктің алаңында. Әділдік жолында күресейік, әділдік жолында бірге болайық. Мінекей көріп отырсыздар.